Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен Динара. Бүгін сіздермен жасалуы өте оңай өрік қосылған ірімшікті пирог жасайтын боламыз. Пирог өте үлпілдек, жұмсақ болып шықты. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен біз ірімшікке жұмыртқаның сарысын қосамыз, яғни жылтық, одан соң қант, шым-шым тұз, крахмал және қаймақ. Осының барлығын блендердің көмегімен езіп аламыз. Жақсылап езіп алған соң, абрикосты жуып, кесіп, ірімшіктің үстіне қосып, жақсылап араластырамыз. Формаға пергамент қағазын төсеп, оның үстіне құямыз. Мен 18 см форманы алдым. 180 градус қызып тұрған духовкаға 30 минутқа пісіріп аламыз. Содан соң жұмыртқаның ақуызын және қантты миксердің көмегімен жақсылап 5 минут шамасымен араластырып аламыз. Бізде осындай пышный масса болу керек. Пирог піскен соң ақуызды үстіне саламыз. Жақсылап видеодағыдай тегістеп аламыз бетін және қызып тұрған 180 градусқа 10 минутқа пісіріп аламыз. Бізде осындай әдемі пирог болып пісті. Енді оны формадан тарелкаға орналастырамыз. Пирог үлпілдек болып шықты. Кескен кезде де өте жұмсақ кесіледі. Дәмі де өте ерекше дәмді болып шықты. Өріктің орнына басқа да жемшедектер салуға болады. Құлпынай, қарақат деген сияқты. Бұл пирог үйдегілерге өте ұнады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Динара. Келесі видеода кездескенше.